Алла Тағаланың шексіз рахымдылығының асыл айғағындай болған жаратқанның ең соңғы қасиетті кітабы Құран кәрім. Бүкіл мұсылман жұртының жан сарайының шуағы мен тіршіліктегі темірқазығына айналған қасиетті Құран кәрім 610 жылы Жәбірейіл періште арқылы бүкіл адамзатқа жіберілген соңғы пайғамбар Хазіреті Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам түсіріле бастады. Құранның алғашқы аяттары Хазіретті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 610 жылы Рамазан айында Қира үңгірінде ұлы жаратушыға мінәжат үшін барғанында нәзіл болғаны баршамызға белгілі. Алғашқы түскен аят Әлақ сүресінің бастапқы 5 аяты еді. Содан бастап 20 жыл ішінде Құранның барлық аяттары рет-ретімен түсіп бітті. Құран аяттарының түсуінің өзіндік ерекшеліктері бар. Хазіреті пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам кейбір аяттар бірде ұзақ болып түсе, бірде қысқа, кейде сүренің толығы түсетін. Құран кәрімге Құран деп Алланың өзі ат берген. Шын мәнінде ол ардақты Құран, уахиға жетпішеді. Құран атауымен қатар Китап, Фурқан, Кәләмулла, Қақс секілді атауларда қолданыста кездеседі. Бұл атаулардың өзін және өзге де Құранға қатысты атаулары Құранның ішінде көптеп кездестіруге болады. Құран кәрім соңғы илахи кітап, әрі алдыңғы илахи кітаптардың барлығының бір жаратушы тарапынан түсірілгендігін растайды. Аллахтан басқа ешбір тәңір жоқ, ол тірі, толық меңгеруші. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Аллахтан саған алдыңғыны растаушы Құранды шындық бойынша түсірді. Бұның алдында Таурат пен Інжілді түсірді. Әл-Имран 2-3 аят. Құран аяттары негізінен белгілі бір оқиғаға яки сұралған сұрақ пен тілек дұғаларға немесе шешімі қиын кезеңдерде тура жол нұсқап мәселенің ақиқатын білдіру мақсатында Алла Тағала тарапынан уахи арқылы түсірілген. Сондықтан Құранның тәпсірі жазылатын аяттарға түсініктеме берген кезде міндетті түрде оның түсу себебін негізге алып, сол аят тұрғысында жан-жақты терең мағлұматқа ие болу шарт. Онсыз аяттағы айтылған үкім мен мақсат түсініксіз болып, басқа ұғымға қолданылып кетуі әбден мүмкін. Ал оның нәтижесі күрделі бір қайшылықтардың тууына алып келеді. Ислам тарихын парақтасақ, Алла Тағаланың пайғамбарларды үнемі елдің азғындаған күпілік етек алған тұста жібергендігін байқаймыз. Ал пайғамбарлар болса, ел арасында жайлаған жаңсақ пікірлерді, таралған түрлі қисынсыз әдеттер мен әдепсіздіктерді реттеуді, соларға қарсы мұғжизалар көрсетіп, Аллахтың шексіз құдірет иесі әрі оның шынайы пайғамбар екендігін дәлелдеген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде әрбір пайғамбарға өз заманындағы адамдарды сендіру үшін бір мұғжиза берілген. Маған мұғжиза ретінде берілген нәрсе тек Аллахтың маған уахи еткені ғана. Мысалы, Хазіреті Мұса алейхиссалам Фирғауын және оның еліне пайғамбар болып жіберген кезде мысырлықтар арасында сиқыршылық етек жайған еді. Мысырлық сиқыршылар қандай да бір жіп, арқан секілді нәрседен жылан жасайтын. Міне сондай сиқыршылық жайлаған елге Хазіреті Мұса елші болып келісімен үлкен мұғжиза көрсетеді. Фирғауынның сиқыршылармен үлкен бір алаңда кездесіп күш сынаспақ болады. Хазіреті Мұса Аллахтың құдіретімен қолындағы аса таяғын жерге тастаған кезде үлкен айдаһарға айналып, сиқыршылардың жіптен арқаннан жасаған жыландарын бірақ жұтып жиылған елді таң-тамаша қалдырады. Бұрын соңды мұндай жайтпен кездеспеген сиқыршылар Аллахтың құдіретіне бас иіп, Хазіреті Мұса пайғамбарға иман етеді. Яғни шарықтау шегіне жеткен сиқыршылықтың өзі Аллахтың құдіреттілігінің аясында түкке тұрғысыз құбылыс екендігін Хазіреті Мұса пайғамбар осылайша дәлелдейді. Ал Хазіреті Иса пайғамбардың тұсында емшіліктің көптеп тарауына дөп келетіні белгілі. Осы кезде ел арасында түрлі ауруларға қарсы ем-дом шаралары молынан жүріп жатады. Хазіреті Иса пайғамбар өзінің пайғамбарлығын Аллахтың хақ екендігін дәлелдеу үшін түрлі мұғжизалар көрсетеді. Сол мұғжизалардың ең үлкені өлген адамды қайта тірілту, көзге көрмейтін соқырлардың жанарын ашу. Сол кезде аса қауіпті алапес ауруына ұшырағандарды емдеуін бөле жара айтуға болады. Сөйтіп адамдарға Алла Тағаланың шексіз құдірет иесі екендігін дәлелдейді. Осыған ұқсас мұғжизалардан мақсат ел арасындағы емшіліктің қаншалықты күшті болғанымен өлген адамды
тірілуге яки соқыр адамды жарық дүниемен қайта қауыштыруға дәрменсіз екендігін мойындату еді. Олай болды да халық Хазіреті Исаның хақ пайғамбар екендігін лек-легімен мойындауға көшкенде яһудилердің қастандығының салдарынан пайғамбарлық мерзімі небәрі 3 жылға созылды. Ал Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам болса, сол кездегі араб еліне Құранды таблиғ етумен теңдессіз үлкен мұғжиза жасады. Жоғарғыда хадисте келтіргендей Хазіреті пайғамбарымыздың мұғжизасы Құран еді. Дәуірінің арабтары мәнерлеп сөйлеу мен әдеби көркем сөйлеуде шешендікпен өлең айтуда алдарына жан салмайтын суырып салма ақындар, сарай шайырлары, сатирик ақындар, мадах ақындар секілді ақындар қатары өте көп тұғын. Қала берсе ақындықтармен екі тайпа жарысып, жеңілген тайпа ызасынан соғысып кететін, немесе қандай да бір дауды ақындар бір ауыз жұмақпен шешіп беретін. Өз руынан шыққан ақынның сайыста жеңілуі бүкіл ру үшін өліммен тең еді. Жыл сайын араб өлкесіндегі ақындардың ірі-ірі жыр сайыстары болып тұрды. Мұндай аламан өлең жарыстар халық көп жиналатын жәрмеңкелерде, әсіресе Уқасы жәрмеңкесінде өтетін. Сондай жарыстардан жүлде алған әйгілі ақындардың өлеңдері қымбат матамен тысталып, сыртына алтын жалатылып іліп қоюы үрдісі қалыптасты. Аллахтың кереметі ақынымен мақтанатын араб халқына Құран түсіріп ауыздарына құм құйылғандай жұмған ауыздарын аштырмай тастайды. Өйткені Құран әрі айтылуы жағынан, әрі мағына жағынан таңғажайып кереметке бергісіз құбылыс болатын. Құран аяттары өлеңге мүлде ұқсамайтын, аңызға, ертегіге, қара сөзге де мүлде келмейтін мағынаға ие болды. Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Құран аяттарын алғаш үйреткенде желестері Құранды келеке етті. Құран аяттары Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өзі ойдан құрастырып айтады және ондайда біздің ақындарымыз да шығара алады деген сандырақтарға жол берді. Құранға жазылған мұндай әдепсіздікке қарсы Алла Тағала былай деп аят түсірді. Мұхаммед, егер адамдар мен жындар осы Құранның ұқсасын келтіруге жиналса, тіпті олар бір-біріне көмекші болса да келтіре алмайды деп айтты. Әрине, Аллахтың айтқан бұл сөзіне арабтар түгіл күллі әлем жұмылса да Құранның аяттарына тең келер ешбір туынды жасай алмасы айдан анық. Арабтар бұл мәселеде шарасыздық танытқан соң Алла Тағала оларға ең болмаса Құранға ұқсас 10 сүре, оған күштері жетпесе, тіпті болмағанда бір сүре құрастырыңдар, құдіреттеріңді көрейін деп талап қояды. Құран адамзат тарихында өзінің мұғжизалығымен тыңдаушыны баурап алатын бірден бір баға жетпес кітап.